Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін номер шықты. Утилизбордың бәрін төледік. Растамашка жасалды. Жалпы салон өте әдемі, үлкен экранды. Көліктің жүрісі өте керемет. Шамалы азық бөлінді. Мына экраны жылдам істейді. Скоростьқа салатын ручник, эконом, EV деген электромобиль және гибрид бірге. Жалпы көлік үлкен, седан. Көптеген біздің бөлелеріміз, достарымыз бұл көлікті видеодан қарағанда кішкентай болып көрінеді. Солай деп айтады. Ал осы көлікке мініп отырған соң, мәні көлік үлкен ғой деп айтып жатыр. Шынымен де көлік үлкен, 4835 мм. Жүрісі өте керемет. 3/5 бензин сияқты тартады, тартысы өте күшті. Және светі өте күшті. Мынаяқтан конча көрінбей тұр. Күнге шыққанда көк пен қызыл аралас жылтырлап тұрады. Жалпы өте қатты ұнады. Ходокпа жағын айтатын болсам, Kia K5 Sonata'дан артық. Енді Kia K5 Sonata өте керемет көлік, оны жамандап жатқан жоқпын, бірақ мына көліктің артықшылығын айтып жатырмын. Ходокпасы соңғы шыққан Grand Tour мен K8-ның ходокпаларындай ұқсас. Біз бұны кезінде менде Sonata мен K5 болды, мен көрдім оның қандай ходокпа екенін жақсы білемін. Жалпы ондай емес деп айтатын адамдарға айтарым. Мынау күндіз жағып жүретін шамы. Жарығы өте керемет. Мынау дальний. Астында көрдіңіздер ме? Мынау астыңғысы умный фара. Өте керемет көлік, жігіттер. Қараңыздаршы, 360 градус, 2024. Мына көлік жаңа көлік. Кожасы өте керемет, жұмсақ, напа кожа. Жалпы арт жағы үлкен, кең. Ашатын жер осы жерде, задний камера. Арт жағын айтатын болсам, арт жағы өте үлкен, 540 литр сияды. Жалпы осыны көлікті заказ беріп алып қаңыздар. Жылдың соңына дейін жеңілдік, льготный. Мемлекеттен сондай жеңілдік беріп тұр. Растамошкада бәрі арзан шығады. Бұл көлік жылдың соңына дейін арзан шығады. Жалпы уайымдамаңыздар. Запчас сервис жағынан Алматыға келеді, автосалон бірге ашылып жатыр. Ал сәттілік сіздерге осындай көлік бұйырсын. Инстаға, ютубқа шығады, осы жақтан көріп бізге жазыңыздар. Кез келген сұраққа жауап береміз. Мінекей осында жолда Sonata мен K5 пен де жүріп көрдік. Оның жанында жұмсақ жүреді. Одан басқа звук колонкасы өте жақсы. Жалпы уайымдамай осы көлікті алсаңыздар болады. Кредитпен де шығады. Біздің автосалонға келіп сөйлессеңіздер болады. Ал енді мына мониторда қытайша жазумен функциялары көбейген. Бұл жерде рульдің функциялары бар екен. Мына бірінші функциясы бұл қалыпты, өзіңкі. Одан кейінгі орташа, стандартный и спортивный. Қатты анау. Осы? Аха, мынаны қойса қатайыр дейді.
маған Кәдімгідей ішінде бір функциясы ұнады. Ауа райының анау өзгерткеніне сай сондықтан ауа райдікі. Ауа райдікі міне климат контроль. Қараңыздар. Мынаны басамыз. Мынау Біріншісі ураган деп қойдық. ураган. Іштегі анау ауаны тазалайды. Тез тазалайды. Екіншісі қар. Қараңыздар. Тазалап отырады өзі. Өздері Өзінің функциясы әдер. өзінің функциясы автоматта. Бұл қай кезде қолданады белгісіз. Мынау Мынаны бассаңыз терезе сәл ашылады, бір спичкадай ашылады. осындай ашық тұр. Басасың өзі жауып Көздер ма? Одан кейін мынау функция қыста өзі автомат түрде ысытады. Көздер ма? Осындай функциялары бар. Алда қандай функция шығады, соларды біз айтып отырамыз.